Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Сіздермен Тот Саммит Ағай. Олай болса, Наурыз ұбыты 2025-ке байланысты сұрақтарды талдауды ары қарай жалғастырайық. Яғни, комментарийді оқыдым. Бұл жерде өте мәні, мақсаты деген сияқты қиын сұрақтар алынды осы жолы. Олай болса, талдауды бастайық. Яғни, бұл 2024-тің нағыз ұбытыда келген сұрақтар жалпы сәл өзгеріп келе береді келесі ұбытыларда. Сондықтан дайындықты күшейтсеңіздер, 140-та 140 қою оңай. Олай болса бастайық. Мына жерде бояуды қосып қояйын. Так, Наурыз ұбыты 2025. Фобизмнің белгілері дейді. Өнер бойынша келген екен. Жалпы кітаптағы сурет барлығын мұқият қарап жаттап алу керек. Фобизмнің белгілері: жарық пен көлеңкені үйлестіру, желілік көріністерден бас тарту. Яғни мына жерде суреті бар кітапта, керемет. Одан соң кеңістіктегі қарама қайшылықтарды салыстыру және түрлі түсті болады. Ол жерде гүлдерді ғажайып таңбалау қарқынның болуы деген сияқты. Яғни нағыз кітаптағы теория бойынша алынған. Келесі 1963 жылы тамызда Мәскеуде өткен конференцияның мақсаты, мәні дейді. Жалпы 63 жылы ядролық бомбаға байланысты сынауға шектеу қойылған болатын. Яғни қару-жарақтар жарыстарды шектеуге бағытталған алғашқы келісім болды. Яғни ауада, суда, ғарышта сынау тыйым салынды. Яғни жердің астында ғана сынауға болады дегендей. Одан кейін Маршалл жоспарының мақсаты дейді. 1947 жылы президент Трумен кезінде қабылданған Трумен доктринасымен бірдей Джон Маршалл деген бас хатшысының есімімен байланысты бұның екінші атауы Еуропаны қайта қалпына келтіру деп аталады. Қалғандары варианттарға жеке тоқталмай қояйық. Келесі 1773 жылы Бостондық шай ішу оқиғасының мақсаты дейді. Яғни Англиядағы революция кезінде, Америкадағы революция кезінде ағылшындарға қарсы қақтығыстың бастауы болып саналатын ағылшын үкіметіне қарсылығын білдіру, Бостон портындағы шайларды лақтыру, теңізге лақтыру осы оқиғадан басталған. Келесі француз буржуазиялық революциясына байланысты мынадай сұрақ келіпті. Якобшілдер диктатурасының аграрлы реформасының мәні дейді. Жалпы француз революциясының өзі бірнеше кезеңнен тұрады. Соның соңғы кезеңі якобшілдерге байланысты. Ал якобшілдер не істеді? Бұл жерде қауымдастық жерлерге байланысты, аграрлы мәселеге байланысты реформа жерлерді шаруалар қауымының меншігі деп жариялады. Осы дұрыс жауап болады. Келесі 1776 жылы 4 шілдеде Томас Джефферсон тәуелсіздік декларациясының мәні дейді. Яғни 4 шілдеде қабылдаған тәуелсіздік декларациясы, ТД деп жаттап алсаңыздар жеңіл болады. Бұл жерде отарлар өздерін тәуелсіз мемлекет деп жариялады деген дұрыс жауап болады. Яғни бізде құрлықтық конгресске байланысты, білесіздер, 2 рет құрлықтық конгресс кейін жаңағы тәуелсіздік декларациясының қабылдануымен әсер етеді, барлығы бір-біріне. 1935 жылы ақш-та қабылданған Вагнер актісінің мәні дейді. Бұл енді Франклин Рузвельт кезінде, жаңа бағыт саясаты кезінде жүргізілген Вагнер жұмысшыларға байланысты жұмысшылардың жаңағы құқықтарын мемлекеттік реттелді. Яғни мемлекеттік рет. Наурыз ұбытысында тағы бір осы сұрақтың басқаша алынған нұсқасы бар. Яғни Вагнер актісінде жұмысшылардың құқықтарын мемлекеттік реттеу жүргізілді. Ал нағыз ұбыт 2024-те жұмысшыларға ереуілдер жүргізу құқығын бекітті дегендей келген. Келесі 19 ғасырдың аяғына құрылған Ресейдегі социалисті демократиялық жұмысшылар партиясының мақсаты қандай болды дейді. Яғни бұл жерде Ленин бастаған маркстік идея бойынша пролетариат диктатурасын орнату, яғни жұмысшылардың билігін. 1912 жылы Лозанна келісім шартының мәні болды дейді. Яғни осындай сұрақтар өте көп болады. Бұл жерде бізде 1912 жылы Лозанна келісім шартының мәні Түркияға, Италияға Ливия аймағын берді. Яғни Италияға Ливия аумағын берді. Нәтижесінде осы жылдары қаңтардың да сұрағында осыған ұқсас өзгеріспен келген. Жаңа Триполитания, Киренайка деп аталған аймақ деген осы Ливия. Яғни сұрақ осылай өзгеріп ала береді. Яғни детальды түрде варианттарында талдаған пайдалы болады.
қалғандарын етпей қояйық. Осман империясының әлсіреуі. Так, 1913 жылы Лондон келісімшартының мәні болды дейді. Яғни, как раз Балқан түбегінде проблемалар басталған, яғни Лондон келісімшартында батыс фракия, так, Австро-Венгрия қалыптасты. Австро-Венгрия мемлекетінің мемлекеті Балқан елдерінің саяси шекарасын анықтады. Яғни, Антанта мемлекеттерінің араласуымен Балқан түбегіндегі территориялардың шекаралары анықталған. Яғни, Осман империясы мен Балқан аймағындағы Балқан соғыстары ғой. Сәйкестендірудің де сұрағы бар осыған ұқсас. 1856 жылы Осман империясында Абдул-Меджид шығарған манифест болды дейді. Так, төмен қарай түсірек. Так, 1856 жылы Абдул-Меджид, яғни Танзимат реформаларын ары қарай жалғастыру ғой. Қырым соғысынан кейін Абдул-Меджид бұл Остунды компаниясы қатысы жоқ. Рейн демилитаризация Версаль, так, Германия Аншлюс 38, так, барлық адамдар заң алдында бірдей тең және бірдей екендігі жарияланды деген бар. Яғни, осы Абдул-Меджидтің манифестінде 3 негізгі бөліктен тұрады. Сол 3 маңызды заттың бірі барлық адамдар заң алдында теңдікі деген. Және одан кейін христиан қызметкерлерін алу дегендей бар, иә? Жеке-жеке талдаңыздар. Так, 19 ғасырдан Үндістандағы ағылшын үстемдігіне қарсы свадеши күресінің мәні дейді. Яғни, бізде свадеши, свараджа деген екі зат бар. Бұл бізде сәйкестендірудің де сұрағы ретінде келген. Сондықтан Үндістанды жақсылап қараңыздар. Бұл жерде свадешидің негізгі мәні үнділіктердің ұлттық тауарларды сатып алуға шақыру. Осыны айтады. Свадеши, свараджа, билік деген сөз. Свараджа керісінше. Так, 19 ғасырдың бірінші жартысында ақш-тағы айқын болашақ идеясының мәні дейді. Бұл қаңтарда келген, яғни сәл өзгеріспен келген осы жерде. Так, елдерге нәсілдік сегрегация, бөлінушілікке қатысы жоқ. Айқын болашақ ақш-тағы халқының басқа елдерден ерекше екендігін, Америка халқы, Америка ұлты деген идея басталған. Және айқын болашақ идеясы бойынша қосып алған штаттар деген қаңтардың сұрағы бар. Так, Уинстон Черчилльдің Американың Фултон қаласында сөйлеген сөзінің мақсаты не болды дейді. Яғни, бізде қырғи қабақ соғыстың басталуын әсер еткен 45 жылға дейінгі Британияның премьер-министрі болған, отставкаға кеткен. Бұл жерде қалғандар келмейді. Бүкіл әлемге батыстың ықпалын орнату, ағылшын тілінде сөйлейтіндер одағын құру және темір шымылдырық деп шығыс Еуропадағы коммунизмнің ықпалы туралы айтады, иә. Так, Сунь Яценнің қатысқан революциясының негізгі мақсаттарының бірін анықтаңыз дейді. Бұл жерде монархиялық жүйе құру керісінше жазып тұр. Бұл манжур биліктен құлату, Синхай революциясына ары қарай жалғасады. Так, комментарийларыңызды қарап отырайын. Так, келесі ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізімін жасаудағы мақсаттары дейді. ЮНЕСКО деген ұйымның мақсат. ЮНЕСКО деген ол Біріккен ұлттар ұйымының білім, ғылым және мәдениет бойынша ұйымын айтады. Сонда мына жерде экологияға қатысы жоқ, жаңа Greenpeace анау-мынаулар. Маңызды мәдени нысандарды қорғау. Сонда көп жауаптың ішінде бәрі дұрыс жауап емес, осы екеуі ғана болады. Келесі 1814-15 жылдары Вена конгресі Наполеон Бонапарттың биліктен құлауы, Франция империясын бөліп алуы. Аумақтық мәселелерді шешу, Еуропаның жаңа шекарасын белгілеу деген дұрыс болады. Так, 1834 жылы Пруссия бастамасымен 18 мемлекетті біріктірген неміс кедендік одағының мәні дейді. Яғни, неміс кедендік одағы Германия әлі біріккен жоқ, ал біріктіруді бастайтын осы Пруссия елі. Пруссияны біріктіруге бастайды ортақ экономикалық кеңістікті қалыптастыру, яғни неміс қалаларын біріктіруді бастаған. Так, Англияның Малкольм жасаған Ирандағы келіссөзінің мәні, яғни Иранды бөліп алу, Иранға бәсеке басталады, нәтижесінде ағылшындар француздарды Ираннан алыстатады. Осының мәні осы. Нәтижесінде Иранның солтүстігін Ресей, оңтүстігін Англия алады. Келесі 1945 жылы Англиядағы болашаққа бет бұру бағдарламасының мәні дейді. Осындай сұрақтар өте көп кездеседі. Жаттанды емес, сіздің жаңағы затты түсінуіңізге бағытталған. Так, 45 жыл бұл соғыстан кейін
Бұл идея бізде жаңағы Клемент Этли кезінде болу керек. Ұлыбританияның социалистік достығын құру идеясы басталады. Осы жалпы. Олай болса, білім алушылар, осымен аяқтайық. Бүгінге жеткілікті деп ойлаймын. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше сәттілік.